Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит пирогтардың бірі маковый пирог с крем-чизінің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: ұн, қант ұнтағы, сары май, жұмыртқаның сарыуызы, бадам ұны, қамыр қопсытқыш және мак. Ең алдымен бөлме температурасындағы майға сарыуызды және қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Содан кейін електен өткізілген ұнды, қамыр қопсытқышты, бадам ұнын және де макты қосып жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын өте керемет қамыр шығады. Дайын болған қамырмен бірден жұмыс жасаймыз. Өздеріңіздің противендеріңізге сәйкес пергамент қағазын кесіп аламыз. Қамырымызды пергамент қағазының үстіне біркелкі тегіс қылдырып жайып шығамыз. Қамырымызды толық жайып болған соң противенға салып алып, шанышқымен қамырдың бетін тесіп шығамыз. Содан кейін 15 минутқа меренгамызды дайындағанша дейін мұздатқышқа салып қоямыз. Меренганы дайындаймыз. Ең алдымен ақуызымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалын қосқаннан кейін миксермен емес, силиконды күрекшемен араластырамыз. Жоғарыдан төменге қарай, дәл видеодағыдай араластырамыз. Содан кейін ұсақтап туралынған грек жаңғағын қосып, тағы да жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Мұздатқыштан тестамызды алып шығып, бетіне біркелкі тегіс қылдырып, меренгамызды орналастырамыз. Меренгамызды толық жайып болған соң, бетіне замороженный ягодаларды салып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 160 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Креміне ең алдымен креметта творожный сырына маскарпоneді қосамыз және де қант ұнтағын қосып, біркелкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Содан кейін 33 немесе 35% сливкемізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Өз формасын жақсы ұстайтын крем шығады. Дайын болған тестамызды міндетті түрде толық суытып алып, содан кейін тең екіге бөлеміз. Ортасына кремді салып, бір тегіс қылдырып жайып шығамыз. Қамырымыздың екінші слойын үстіне орналастырамыз. Артық жерлері болса, кесіп алып тастауға болады. Содан кейін бір күнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Бір күннен кейін тураймыз. Сіздермен болған Наргиз, келесі видеода кездескенше.